Кредит алып бизнес аша алам ба? Маған осындай оқырмандарым сұрақ қойды. Кредит алып бизнес аша алам ба? Жоқ. Мен 100 рет айтам, жоқ. Неге? Өйткені сіз қарызбен бизнесті бастасаңыз, ол бизнес емес. Ондайды мидан алып тастау керек. Кредит деген нәрсе ол харам, өздеріңізді білесіз. Кредит алған кісінің бүкіл жолы жабылып қалады, Алла тағала бүкіл жолыңызды жауып тастайды. Кредитсіз бизнес бастаңыз. Кредитсіз бизнес бастасаңыз, өзіңіз жүргізіп үйренесіз. Мысал үшін сіз кредит алдыңыз, бизнесті бастадыңыз, ал бизнесіңіз жүрмей қалса не істейсіз? Бизнес сіз бастайсыз, ақша аласыз кредитке, ақша тез таусылып қалады, тез бітеді. Оны мен білем. Өзімді қанша рет сондай адамдарды кезіктірдім. Бизнес ашып едім, кредит алып едім, жоқ ақша. Бизнесі құрып кетті. Бизнесіңіз құрып кетсе, не істейсіз? Қарызыңыз сізде мойныңызда қалады. Оны не істеу керек? Оны жабу керек. Не болмаса, бүкіл шоттарыңыз, бүкіл қимылыңыз бәрі жауып тастайды, сізге жол аттаттырмайды банктер. Олар қысуды, арест қоюды бәрін біледі. Тез ол орындалады. Сол үшін бизнесті нөлден бастаңыз. Өзімнің бизнес командама шақырамын. Менің бизнес командама қалай нөлден аз ақша салу арқылы қандай үлкен жетістіктерге жетуге болатынын біздің бизнес командада айтылады, үйретемін. Маған жазыңыз, осы видеоны сақтап қойыңыз, және де хабарласыңыздар, әңгімелесейік, хабарласайық, бірге осыны талқылайық. Іске сәт.